Балалар, қазір көңіл-күйіміз қалай? Жақсы. Қазір жақсы болатын болса, барлығымыз қол шапалақтаймыз. Балалар, қазір топқа бөлінеміз. Топқа бөлу үшін мына жерде тапсырманы орындаймыз. Осы тапсырманы орындаған кезде жауаптар дұрыс тапсаңдар, өздеріңіз топтарыңызға бара қоясыздар. Кет, бастаймыз. Мадияр, кезекте қоямыз. Жылдам қоямыз. Балалар, күннің жартысын жазамыз, бүгінгі жаңа тақырып жазамыз. Тақырыбымыз берілген санның пайызын табу. Күннің жартысын жазып, тақырыпты жазып қоямыз. Бізде осының алдындағы тақырыпта қандай тақырып өтті? Процент, яғни пайыз тақырыбын өтті. Енді соған кішкене ғана қайталаймыз. Мен сіздердің қолдарыңызға не бердім? Әріптер бердім. Қараймыз. Мына жерде тест берілген. Әрбір бірінші тапсырманы жауабын тапқаннан кейін маған әріптеріңізді көтересіз. Қай нұсқа дұрыс, соны көрсетесіз. Ал біріншісі не дейді? Bakatыңғы? Дұрыс. Үшінші. 300 санының 1%. Дұрыс. Келесі. Біз бүгін жаңа тақырып өтеміз дедік. Яғни тақырыбымыз санның пайызын табу. Енді ол үшін мынандай тапсырма берді. Қараймыз. Қалтаңда 200 теңгең болды. Оның жартысына асханадан торт сатып алдың. Сенде қанша теңге қалды? 100 теңге. 100 теңге. Бұл неше пайызы? 100%. Жартысы. Жартысы деген неше пайыз? 50%. Келесі, сыныпта 12 оқушы, оның жартысы қыз бала. Неше пайыз қыз бала? 50% қыз бала екен. Жақсы. Сонымен бізге мынандай тапсырма беріп тұр. 600 деген сан беріп тұр. Мысалға, бізде 600 килограмм көкөніс берілген. Оның ішінде алма бар, оның ішінде алмұрт бар, оның ішінде шие бар. Соның 13% шие деп тұр. Сонда бізде шие қанша килограмм болғаны дейді. Енді оны табу үшін не істейді екен? Қараңыздаршы, 13%. 13%-ы неге айналдырдым мен? Ондық бөлшекке немесе жай бөлшекке айналдырып алады екенмін. Яғни берілген санды табу үшін. Осыдан кейін оны не істейді екенмін? Бастап берілген санға не істеймін? Көбейтеді екенмін. Сонда бізге сұрап тұрған килограммы шықты. Сонда біздің шиеміз қанша килограмм болып тұр? 78. Яғни бірнеше көкөніс жеп-жидек болатын болса, соның ішінде 78 килограмм қанша екен? Шие болып тұр екен. Бірінші топ. Тұздалған қиярдың 8%-ы тұз. 30 кг тұздалған қиярда қанша тұз бар? Biz екінші топпыз. Сүттің өңдеу күйіне 5
5% ірімшік алынды. 200 килограмм сүттен қанша ірімшік алуға болады? Саяжай учаскесінде 320 қызғалдақ өсіп тұр. Оның 15% сары. Қанша сары қызғалдақ бар? Балалар, тапсырманы орындап болдық па? Ал бір штоп айта қой. Біздің топтан есептің жауабы 0,8 түс шықты. 0,8 шықты. Қазір тексереміз. Так, екінші топ. Біздің топтың жауабында 10 килограмм шықты. 10 килограмм шықты. Жақсы, үшінші топ сенде десе? Біздің топта 48 сары қызғалдақ шықты. 48 сары қызғалдақ шықты. Қазір жауабымызды тексереміз. Так, бірінші топта 0,8 шықты, дұрыс па? Дұрыс. Екінші топта 10 килограмм шықты, дұрыс. Үшінші топта 48 сары қызғалдақ шықты. Өте дұрыс. Тапсырманы дұрыс орындаппыз. Тапсырмамыз жұптық жұмыс. Әркім өзінің қасындағы жұпмен бірге отырып тапсырманы орындаймыз. Al